Фильм Illumination деп басталса, міндетті түрде миллиондар кадрға түсу керек, әйтпесе ешкім көрмей қояды. Аниматорлардың жалқаулығы мультфильмдерде қалыпты жағдай. Көшірдің, үлкейттің, қойдың. Мына жотаны үлкейтіп қасына қоямыз, және де мына жотаны да үлкейтіп қасына қоямыз. Жай ғана мұздықтарын керіп, деформациялаймыз, болды. Жоталар бір-біріне ұқсамай қалады. Казвойс байқамайды дейсіңдер ме? Казвойс байқайды. Кән тоқтатамыз. Көрсетілген кадрды бір жерден көрген сияқтымын осы. Бәрекелді, есіме түсті. Көлік шыршаларды алып кіріп бара жатқанда, көпір көлеңкеде орналасқан еді. Тез арада бұл жерге күн түсіп үлгереді. Алайда секунд бұрын бізге күннің ақырындап көтеріліп келе жатқанын көрсеткен етін. Тұрғын үлкен жануарды бағанадан бері байқамай, кадрға түскен кезде ғана көріп таңғалады. Оның үстінен арт жақта осындайдың тағы біреуі жүр ғой. Жануарлар бүгін ғана келді ме, әлде бұл кісі Марстан түсті ме? Сатушы ауамен ұшып келіпті, әйтпесе неге қарда іздер жоқ. Мультфильмде көліктер ит және дөңгелекте жетекпен жүреді. Ал мына шана ненің күшімен сырғанап барады? Жолаушылар осы жерге дейін итеріп келді ме? Ең болмағанда артына реактивті қозғалтқыш қоя салмады ма? Гринч радио қабылдағыш тұрып жатқанда оның бұрағыштары аналогты үлгіде екенін байқаймыз. Бірақ әрбір зат ұшып кеп тигенде керек жиіліктерге дәл бұралып, толқын еш кедергі шусыз шырқала бастайды. Және олардың барлығы міндетті түрде жаңа жыл әндерін орындайды ғой шіркін. Бұған дейін радио толқындар бірден ауысып жатқан еді, ал қазір Гринчтің жынына тиіп кішкене кідіріс жасап барып қосылуды шешті. Гринч үй аяқ киімдерін кигенін көреміз. Жуынатын бөлмеде оны көрмейміз. Мүмкін аяғына киіп шомылғысы келген шығар. Киімдердің көңіл күйлері әртүрлі, бірақ жасыл логика оларды бір ғана түспен бояп қойыпты. Жалғыздықты сүйетін зұлым үшін мына тарелкелер көп емес пе? Мынау балалар көретін мультфильм ғой, не мынау ұят емес па? Дизайнер шақыршы бер сөйлесейін. Макс әңгіме арасында Гринчті қуып жетіп, қайта артта қалып үлгереді. Ақ қала тұрып сол қол талып кетті ғой деймін. Мынаған қараңдаршы, мына жерде бүгіп алады. Ондай болмайды ғой. Бақс парашютпен түсті деп ойлайсақ, не дегенмен мультфильм ғой. Тұрғындардың аяғы қарды аз қалдыра алмай, жай ғана текстураға ғана батуды біледі екен. Жаңа жылды емес, менингитті қарсы алғысы келіп, тұрғындардың кейбіреулері қыста бас киімсіз жүр. Мультфильмдердің ішіндегі үлкен кассалық табысқа ие болған Гадкия туындысының Грю персонажының қылықтарын қағып алып, Гринчқа көшіріп қоямыз. Қолын артқа қайырып, мойнына шарф іле саламыз. Кім байқайды дейсің, бәрібір екеуі де Illumination-дікі ғой. Гринч азық-түлік дүкеніне кіріп бара жатқанда ескі ғимараттың бұрыш жағында орналасқан жоқ па еді? Ішінен көрсеткенде қалай оң жағында үлкен кеңістік болуы мүмкін? Мына жерлер ендігі көше болу керек емес пе еді? Зұлымның сұм әрекеттері сәтті өту үшін сатып алушылар ыңғайлы позада қатып қалады. Біреу себеттің жеңілдегенін сезбей қалады, екіншісі ауырлағанын түсінбей қалады. Гринчтің түрткен сөресіне міндетті түрде әйелге керек тауар құлап сынады. Басқалар клеймен жабысқан. Оқтың басы кішкентай жабысқақ бола тұрады да, көз алдымызда үлкен вантусқа айналып кетеді. Әдеттегідей нысанаға қарамай лақтырылған нәрсе дәл түседі. Қазір ғана қайнаған судан ешқандай бу байқамаймыз. Екі тілік нан ауада бір-бірінен қалып келе жатады да, тостерге жақындағанда құрсын бірге кірейік дейді да, бірге кіреді. Тосттардың ауада қалқып тұру ұзақтығы мамасының тоңазытқыштан жемді алып тәрелкелерді дайындағанға дейінгі уақытқа дейін созыла береді. Үйдің сыртынан көрсеткенде табалдырықта ештеңе болмаған. Синди далаға шығып қалып еді, сол жерге сырғанау баллонында келіп жата қалыпты. Қыз хаттасушыға жолды кесіп тез жетсін деп балконның есігін тұрғындар үнемі ашып отырады екен. Қыста кейіпкердің еш жарақатсыз аман-есен жерге түсу үшін жолына ыңғайлы заттар туындай қалады. Және қаланың басқа жағына түспей дәл сюжетті жылжытатын кейіпкерге соқтығысады. Синдидің жоғалған хаты қолайлы уақытты күтіп, Google картадан қыздың GPS-ін анықтап тауып келіп аспаннан түседі. В лесу родилась елочканы бұл ел қайдан біледі? Ай, орыстар дубляжды айрасыңдар, а? Гринчтің тығылған ойыншықтарына күн түсіп тұрады, келесі кадрда толығымен шыршаның көлеңкесіне жайғасады. Сейчас я поднимем. Отойди, не трогай тоже. Ақ қаланың желі шығып жатқанда музыканың темпі баяулауда. Неге? Толған ай, сені көрмегелі 1 жыл болды ғой. Қазір ғана аспан ашылып ай көрініп тұрған еді. Енді қара, ауа райы менің видеоларымның жанры сияқты бірден өзгеріп кетті. Далада қар борап тұрғанда үйдің есігін ашса, жылы ауа мен суық ауа қосылғанда не болады? Білесіңдер ме? Ештеңе болмайды. Мультик қой енді. Әдет бойынша зұлыми бір нәрсе жақындап келе жатады. Сөйтсе жуас персонаж күлдіртіп жібереді. Таныс па? Бүгін оятқыш тура 7-де оятып тұр, ал кеше 7-ден 5 кеткенде шыңғырып жатыр еді ғой. Алып нәрсе камераға түспесе, міндетті түрде ол жер сілкінісімен сезіле бастайды. Құрылысшы ойыншықтың шеңберін ештеңеден өткізбей іле салғанына қарағанда ауада ұсталып қапты. Кеше сағат 6:30-ның өзінде дала қараңғы болып тұрған еді. Бүгін 8 болса да күн шыршаны безендіргенін көргісі келіп, қимастықпен кешігіп батуды жөн көрді. Рычагтан келе жатқан іздер жарты жолда жоғалатынына қарағанда Гринч сол жермен ғана әрі-бері жүре беріпті. Ал катапульта өзі құрастырылып келе салыпты. Да, могло быть и хуже. Кейіпкердің айтылған сөзі ылғи да қарама-қарсы әрекетке ие болады. В новогодний канун, оставаясь
один. Не үшін один? Басқа жетімдер қайда? Тура сол күні Анджелина Джоли келіп, Гринчті ғана тастап кетіп, басқаларын алып кетті ма? Ішіндегі тәрбиешілер қайда? Сонда Гринчті ешкімге табыстамай жалғыз тастап есікті жауып кетіп қалды ма? Жалпы Гринчтің түсі неге жасыл? Бұны қандай халық ата-ана түсін өзгертіп туды? Неге оны жетімдер үйіне тастап кетті? Дегендей қазмыр сұрақтарға бұл фильм жауап бермейді. Өздерің теория құрып сандырақтап алыңдаршы. Вспоминал он, как долго сидел в темноте. Айтпа, масқара қараңғы. Зұлымдар зұлымдығын ақтарып тұрғанда міндетті түрде фонда найзағай ойнау керек. Ал найзағай біле білсе қыста болмайды. Бала жүгіріп бара жатқанда ата-аналары 1 секундта аққаланың қасына телепортталады. Дәл түсулер бұл фильмді таңғалдырудан жалықпайды. Солтүстік бұғыларды ұзақ іздеп әуреумас үшін боран мен бұрқасында 1 секундта саябырсып күнде ашыла салды. Ты только представь, целые сотни оленей в моей упряжке. Айтылған нәрсе келесі сценада қарама-қарсы болады. Екінші рет барлық бұғы ешкінің опералық орындауынан үркіп қашады, тек біреуі ғана ол дауысты естімей қалыпты. Ты только представь, целые сотни оленей. Сонда сен осы бір ғана арқанның көмегімен 100 бұғыны бағындырғың келді ма? Қалай? Сонда бұғы қашып келе жатып, Гринч соғысқан ағашты көріп тұрып, бұрылмай өтіп кетті дегілерің келе ме? Балалар арқалы дәлізден алыстайды, ал қазір шет жағына жақындап үлгереді. Оны қош, бұлардың әңгімелері біте салып, мүлдем басқа жақтан қозғалып, қаз ғана сол арқаның қасында тұрған жерге қайтадан бара жатады ғой. Аниматорлар өш жерінде ұйықтап кетті ғой. Мына мысық аш қой, бағана кептер ұстай алмай жүреді. Енді ұстайтын шығар, кәне? Мә, авторлар қойсаңдаршы, қатыгез болмасаңдаршы, жесінді бір нәрсе. Ит даладан Гринчті қуып, 3 секундта жабық тұрған үйге кіріп үре бастады. Кішкене тұра тұрмадың ба, қазір Гринч қашып кетсін, сосын шығасың. Жарайсың. Гринчтің шарфы ұзын болып салбырап тұрады да, қас қағым сәтте қысқарып үлгереді. Кто научил Мейбл звонить в дверь? Аха, есікке қоңырау шалып, артынша қарға өзі-ақ көміліп үлгереді. Қожайын Мейблдің үйден үріп тұрған кезін естімей, даладан байқап, есікті ашып үйіне алып кіреді. Түсініңдер ме бір нәрсе? Гринч гирляндасымен ұстап тұрғанда, оң қолы мен сол қолының арасында сары жарық жанып тұрған. Сөйтсе олай емес, терезеге үңілгенде қызғылт лампа болған екен. Ал енді Мейбл крышаға шығуды үйреніп алды. Жаңа жыл жарықтары еш шатаспай қайда түседі? Әрине бұғының мүйізіне, және жүгеннің орнына гирлянда да жарай салады. Ал көрініс әдемі көріну үшін мүсін бұғылар да керек жерге сапталып тұра қалады. Бәрекелді. Үй қожайын ертелі кеш емес, дәл қазір терезеге қарауға кірісті. Бұғы Гринчтің шекесін өзінің шашымен жауып жатады, үстінен алғанда шеке ашық қалып, басы алға жылжып кетеді. Макс неге третий лишний болып мына төсекте жатыр, өзінің арнайы төсегі бар емес па? Міне ақ сөяқа барып жатпайды. Мониторда Гринчқа күн сол жағынан түсіп тұр. Бірақ оң жақ артынан тағы бір жарық жайылады. Оның үстінен Гринч үңгірге тақалып тұр ғой, не деген жарықтар үңгірт тесіп өтеді. Егер Макс әр нәрсеге еріп планды бұзатын болса, онда неге құр дронның өзін жібере салмасқа? Каз ғана Макс дронды талқандап Гринчтің жоспарын бұзды. Енді не істейміз? Уайымдаймыз ба? Жоқ, көзді бір жұмып ашып қаламыз. Болды, столдың үстінде бүкіл бір қаланың сұлбасы дайын тұрады. Мұндай тұзақ құрудың мәнісі неде болды? Балалар Сантаның ішкі дүниесін зерттейін деді ме? Мына кадрда бізге жіптің катушкадан босап кеткенін көрсетеді. Бірақ жүк камера кеп түсірмейінше әлі орнынан қозғалмаған ғой. Ал төмен қарай бағытталған тұзақ қалай затты көлденең лақтырады? Костюммен бірге арқан не істеп тұр? Бағана баланың үстіне киіліп тұрғанда ешқандай жерінде ештеңе болмап еді ғой. Ай, ақымақ, бұл ойыншық мысық емес қой, қорапта тұншығып өледі ғой. Мә, авторлар шынымен қатыгез екенсіңдер. Толық персонаждарды тамақ қана қызықтырады. Мына мысық қолдан қашып кетіп енді қайтадан аш қалатын болды ғой. Авторлар жынтысыңдар ма, бұл механизм табанына қалай зейіп тұр? 8 часов до утра или 28 800 секунд. 28800 секунд деп айтқанша 4 секунд өтіп кетеді. Сондықтан 28796 секунд дегенің жөн болар. Макс, я назначаю тебя главным оленем. Қойштек ойнап айтқан шығарсың. Әдеттегідей кейіпкердің мүмкіндігінен түк шықпайды деп ойлап қаламыз, сөйтсек көкесін танытып жібереді. Көшелерде күні бойы елдің ары-бері жүріп қалдырған іздері қайда? Қар жауып тастады дейтіндей аспан бұлттанып тұрған жоқ қой? То сердитая кошка. Авторлардың қатыгездігі енді мысыққа жұққан ба? Мә, қойсаңдаршы. Этот дом последний. Ал соңғы үй қайсысы деп ойлайсыңдар? Әрине сенделу тұзақ құрып Святой Николайды күтіп отырған үй. Гринч басқа жақтың бәрінде ештеңеге алданбай, тек осы үйге келгенде ғана нәпсісімен күресе алмай қалды. Аяқ жіп шеңбердің ортасында тұрғанда қатып қалғаны қандай жақсы болды. Ты еще и гирлянды чинишь? Не үшін жасыл екені қызықтырмай ма? Оны неге сұрамайсың? Санта үйге кіргенде таңғы бесетін. Арадан 4 минут өтіп кетсе де әлі жетін көрсетіп тұр. Сағат 10-нан 5 кеткен ба? Сонда Гринч бері қарай 5 сағат бойы көтерілді ме? Егер сағат 10 болса, онда неге күн енді шығып жатыр? Кеше сағат 7-нің өзінде жап-жарық болды ғой? Ілмек жарық ілініп қалды. Оны Гринч ұстап тұр. Шана бір қаланың жүктерімен Гринчтің аяғымен ұсталып тұр. Арадан жар опырылып түседі. Енді сұрақ. Кім мықты? Кейіпкер соңғы сәтте аман қалып, көмек дәл уақытысында секунд санап жетіп келеді. Гринч құлады, ит бері қарады, жіп майысты, ал ілмек сол уақыттың бәрінде бұғы тісімен тосып алатындай жерден алшақтамай бір орында тұра беріпті. Ал енді уақыт 3 сағат артқа кетті. Гринч үңгіріне кіргенде 11:30 болып алға шауып береді. Міне бұл фильмді сағаттар ішіп алған ба?
Синди Лу Гринчти оң кол менен жетектейт, үйгө кирерде сол колун ауыстырат. Биз жактасып отурган персонаж ет турайын деп тур, бирок дастарханга колун жумай отура салат. Ол дурус эмес.